Таңғы асқа көпшілік не жеуге болады деген сұрақ көп келеді. Жалпы таңғы ас болсын, түскі ас болсын, кешкі ас болсын, сіздер білу керек маңызды формула бар. Яғни біздің таңғы асымыз да, түскі асымыз да, кешкі асымыз да балансированы болу керек. Сол кезде сіздер дұрыс тамақтанып бастайсыздар. Яғни баланс дегеніміз не нәрсе? Ол жерде бізде ақуыз, күрделі көмірсулар және май өнімдері, клетчаткалар болу керек. Енді формула бойынша белоктың көзі ретінде сіздер еттерді қолдансаңыздар болады, балық қолдансаңыздар болады, немесе жұмыртқа өнімдерін қолдансаңыздар болады. Ал күрделі көмірсудың көзі ретінде гречканы қолдансаңыздар болады, тары қолдансаңыздар болады, немесе күріш өнімдерін қолдансаңыздар болады. Майдың көзі ретінде масло гхи немесе оливковый масломен салаттарға заправка жасауға болады, немесе кокосовый маслоны қолдансаңыз болады. Клетчатканың көзі ретінде огурцы немесе зелендерді қолдануға болады. Осы аталған атауларды микс жасап, күнделікті түрлендіріп, таңғы асқа қолдануға болады. Мысалы ретінде мен сіздерге бір пример көрсетейін. Таңғы аста перепелканың жұмыртқасын суға асып, оған гарнир ретінде жасұнық немесе гречканы қолдансаңыздар болады. Және де қияр мен зелендер араластырып, оған 1-2 чайный ложка оливковый немесе кокосовый масло араластырып қолдануға болады. Егер сіз салмақ қосқыңыз келсе, онда безглютеновый нандар мен масло гхи жағып қолдануға болады. Осылай сияқты күнделікті таңғы астарыңызды түрлендірсеңіздер болады, аталған формула бойынша.